Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, армысыздар қадірменді көрермендер. Бүгін сейсенбі келіп түскен жаңалықтар легімен таныстыратын мен Олжас Телесұлы, арнамыздан алыстамаңыздар. Алғаш ақпарат бүгін қала әкімдігінің мәжіліс залында өңір басшысы Әліпбек Шәріпбекұлы Өсербаевтың төрағалығымен апталық жиын өтті. Оның жұмысына әдеттегідей әкім аппаратының қызметкерлерімен бірге барша қалалық мекеме ұйымдарының кәсіпорындарының басшылары қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгінгі апталық жиынның күн тәртібінде 4 мәселе қаралды. Ең алдымен бағаны тұрақтандыру жөнінде құрылған штабтың атқарған жұмыстары бойынша баяндама тыңдалды. Бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу, халыққа осы туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізу, облыстық тұрақтандыру бөлімінен келген ең көп тұтынатын азық-түлік өнімдерінің қаладағы елді мекендердегі әлеуметтік дүкендерге тарату жайында жасалынған жұмыстарының есебі тыңдалды. 182 тонна картоп, 55 тонна пияз, 167 тонна құмшекер, 3 тонна макарон өнімдер, 1,5 тонна күріш және 3109 тонна ұн өнімдері әкеліп қалаға және ауыл округтеріне берілді. Қалада 20 дүкен, 5 мөлтек ауданда 20 дүкен бөлінген, ауыл округтерінде 12 ауыл округте 24 дүкен. Қала әкімі баяндамашыға бағаны тұрақтандыру мақсатында құрылған штаб отырысының өз уақытында өтілмейтінін айтып, сондай-ақ әлеуметтік дүкендердегі азық-түлік бағаларының себепсіз өсулерін қадағалау қажеттігін, құр сөзден құралған баяндамадан гөрі нақты істерді айту қажеттігін қадап айтты. Ол жаңа әлеуметтік дүкендерді арламаса, оны қазірмадан екі нәрсе, бірдегі аулатын, болмаса бірдегі мүлік ауданын келер, оны бөлімде айнасатын. Себебі, штаб жұмыс істемейді. Біреу алған. Ал сен мұнда ашып, мен көзім жұмыс қой, бір сылыр сөзіңді заман оқытырсын. Жұмыс істеген адам оқымайды сен. Оқымай қайта береді. Мұндайды. Екінші мәселе бойынша баяндама жасаған Түркістан қалалық емханасының бас дәрігері Гаухар Құманбекова денсаулық сақтау бөлімдеріндегі жағдай туралы айта келе, әлі де кеңестік дәуірдегі қызыл паспортпен жүрген азаматтар бар екендігін, мұның бәрі сол елді мекендегі немесе мөлтек ауданды басқаратын әкімдердің салғырттығынан туындаған жағдай деді. Осы науқас осыда болса, ол дәрмегін, медициналық көмектің бәрін тегін ала алады. Жоқ болса, ол қалай алады? Мен оны кіргізе алмаймын ғой документсіз. Сіздер дұрыс түсінсеңіздер, неге көмектеспейсіздер? Ал бар адам кіру керек, жоқ адамды ұстап құшақтап отырудың қажеті жоқ, оны алып тастаңыздар. Мен сізге бір мысал келтірейін. Осыдан март айында Сауран елді мекенінде 2 жыл болған күйеуге шыққанына бір қыз. РПН-де құшақтап отыра береді біздің медициналық қызметкерлерге. Ордабасы ауданында бала туу барысында ана өліміне әкеліп ұшырады. Оларға өте керемет болды. Олар до сих пор бізде тіркеліп тұрған. Вот именно мен сіздерден өтініп сұрайтыным, жолдас ауыл әкімдері, сіздердің мәселелеріңізді алақандарыңызда тұр ғой, оларды неге алып тастамайсыздар? Неге медицина қызметкерлеріне көмек көрсетпейсіздер? Бар адамды алыңыздар, жоқ адамды алып тастаңыздар. Оны искусственно қосып, адам санын көбейтудің қажеті жоқ. Тіпті Түркия, Өзбекстан мемлекеттерінің паспорттарымен жүрген азаматтардың бар екендігі де осы жиында мәлім болды. Қазақстан Республикасының төлқұжатын алмаған адамдардың, тіркелмеген тұрғындардың дәрігерлік көмекке жүгінулерінде қиындықтар туындайтынын айтқан бас дәрігер осы жағдайды реттестіруге қала әкімінен көмек сұрады. Туылған жер 27 жылдың ең 27 жыл, 68 жыл туылған 20 болсалама қызыл паспортын ұзаққа жүреді. Бұл қайқыр ол? Олай болған дұрыс қой бұл. Әрі қарай жиында сөз алғандар жылжымайтын мүліктерді сәйкестендіру мәселесі жайлы, сондай-ақ азаматтардың арыз шағымдарын, өтініштерін қарау туралы баяндамалары жасалды. Әр өтініштің соңында адам тағдыры бар дегенде еске алсақ, азаматтардың арыз өтініштерін заңда берілген мерзімде қарауды, кейінге ысыратын мекеме басшылары бар екені осы мәжілісте белгілі болды. Қазір таңда тоқталып өтетін болсақ, ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің 6 қаты орындалмай тұр. Сәулет және қала құрылысы бөлімінің 4 қаты орындалмай тұр. Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінде 4 қаты орындалмай тұр.
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімінде 6 қат орындалмауда, құрылыс бөлімінде 2 қат, экономика және қаржы бөлімінде 2 қат, қала әкімі аппаратының заң бөлімінде 10 қат орындалмауда. Қыш шанаңды жаз сайла демекші, жиын соңында ең өзекті мәселе маусымдық уақыттарда болатын төтенше жағдайлар туралы әкім хабарламасы тыңдалып, слайдтар көрсетілді. Білесің бе? Қандай пайдаланды? Сондықтан мына басқа бермес, осы бастан осы ұйықтамай, мүмкіндік бар кезде қазір дала жылы. Мүмкіндік бар. Қазір көмектесе аламын. Мен қазір көмектесе аламын. Қыстыгүні көмектесе алмаймын саған. Өзің көмектесе алмайсың. Сондықтан мына мүмкіндік пайдаланды, бәрі ауылында. Жібек жолында. Онда көрмесем, осыласа жинаттағы кейін арғы түсіп ала бастайды. Ұқтамаңдар. Қанына үстеді. Бәрі ауылықты қайыр екенін мен білем жас. Өте жақсы білем. Күн тәртібінде осылайша бірқатар өзекті мәселелерді қамтыған апталық жиында аяқталып, қаулы қабылданды. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Келесі ақпарат 19 қазан құтқарушылар күні осы күнге орай қаламыздағы номері 2 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі мен төтенше жағдайлар басқармасының бірлесуімен ашық есік күні ұйымдастырылды. Толығырақ Ақмарал Ғаниқызы тарқатады. Ашық есікке қаладағы номері 15-ші Мағжан Жұмабаев мектеп гимназиясының оқушылары қатысты. Олар бөлімге келіп, тыныс тіршілігімен танысып, төтенше жағдайлардың алдын алу мен болдырмау турасында мәліметке қанықты. Негізгі мақсат біреу. Бұл алдыңғы уақыттағы осы оқушылардың, осы төтенше жағдайдың қызметті өрт сөндірудің техникаларымен, құрал саймандарымен қалай жұмыс істеу керек, бұл мекеменің атқаратын күнделікті жұмысын адам қалай құтқару тәсілдерімен, осы жердегі жаңағы өздеріңіз көріп өткендей барлық өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндіру техникаларын, сонымен қатар күнделікті біз жаңағы адам құтқару кезінде пайдаланатын агрегаттарды көрсетіп таныстырып жатырмыз. Мысалға мынау жаңа өздеріңіз көргендей локс аппараты, бұл авария болған кезде адамдар құтқару тәсіліне пайдалансақ, мынау жаңа өрт сөндіргіш құрал саймандарды, түнгі кездегі жарық беру қондырғыларын, сонымен қатарында өзіміздің резервте тұрған алкотрис, жоғарғы 9 қабатты этажға шығатын техникалармен, мынау свет бумаға қалған кездегі тоқ көзін беретін асу техникалармен таныстырып жатырмыз. Түрлі алып техникалардың тілін меңгерген мамандар өрт сөндіру техникасының қыр-сырын көрсетті. Өрт сөндіру кезіндегі жылдамдықты қажет ететін жағдайларды ескертіп, бөлімнің басты қағидаларымен таныстырып өтті. Біздің басты мақсатымыз бұл оқушыларды осы мекемеге шақырып, яғни өрт сөндіру бөлімінің тірекшілігімен қандай тірекшілік өмірімен таныстырып өту, яғни осы арада қандай іс-шаралар атқарылады, яғни біз тараптан қандай міндеттеріміз қалай бәрін түсіндіріп айтып өттік. Яғни біздің басты міндетіміз қала көлемінде төтенше жағдайлардың алдын алу, өрт қауіпсіздігін күшейту. Яғни қала аумағында тұрғындарға айтарым, тұрғын үйлерде, мекемелерде барлық уақытта өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң түрде сақтап жүріңіздер. Өрт сөндіру бөліміне келіп тұрық. Бұл өрт сөндіру бөлімінде әртүрлі техникаларды, машиналарды көрдік. Және де осы ағайларды өрт сөндіру кезінде 1 минут ішінде киініп шығады екен. 1 минутке де жетпей киіне деген. Сосын әртүрлі аппараттар бар екен. Адамдарды құтқаратын өрттен, жаңағы машиналарда қысылып қалған кездерде құтқаратын аппараттар бар екен. Мұндай ашық есіктердің жиі өтуі мектеп оқушыларының мамандыққа деген қызығушылықтарын оятса керек. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лешенко, Тұран, Түркістан. Келесі ақпарат Кенді шаһарынан Кентау қаласының тумасы Еламан Искаков Кореяда өткен самбо күресінен қола жүлдені қанжығасына байлап келді. Оны барша туыстары менен жерлестері қарсы алып қуаныштарымен бөлісті. Бұл шара жеңімпаздың оқыған Бекзат Саттарханов атындағы спорт мектебінде өтті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Самбо күресінен Сеулде өткен жарыста 47 елден палуандар сынға түсіп, олардың арасынан жерлесіміз Еламан Искаков өзінің мықтылығын танытты. Сондай-ақ көк туымызды жоғарыдан желбіретіп, қола медальді қанжығасына байлады. Ел намысын қорғады. Әлем чемпионатына алғаш түскен Еламан елге үлкен жеңіспен оралды. Оны жерлестермен туыстары құшақ жая қарсы алып, алда әлі болар үлкен додалардан жеңіске жетуін тілге тиек етті. Салмағымда 12 адам болды, соның 4 сағат кісін күрестім. Жаңағы
Залықты финал дейді, соған ұтылып қалдым орыс балаға. Үштік сайыста мен кореец баламен шықтым, оның бар күшім салып, 3-ші орын жеңіп алдым. Соған өте қуаныштымын, бапкерлеріме де өте үлкен алғыс тілеймін, мен кішкентай кезімде өсіргеніне. 7 жасынан осы спорт түріне қатысып келген спортшы ата-анасының сондай-ақ бапкерінің де үмітін ақтады. Бұл жеңіс бұнымен шектелмейді, алдағы жарыстардан алтын медалды иелену мақсатымыз дейді жаттықтырушысы. Еламан спортқа 7 жасынан бастап келді. Келгеннен бастап дарындылығын байқап жұмыс істедік Еламанмен. Еламан былтырғы жылы Азия чемпионатында Сеул қаласында қола жүлдегер атанды. Биылғы жылы міне әлем чемпионатында күміс жүлдегер қола жүлдегер атанып отыр. Еламанды құттықтаймыз. Еламан мықтылығын көрсетіп былтырғы жылы 2013-2014 жылы Қазақстан чемпионатын 2 салмақ дәрежесінде жеңіп алды. Біздің үмітімізді ақтап, абыройлы болып, осы Қазақстанның туын желбіретіп, Кореяға барып, өте қуаныштымын. Ұлы Кореяда өткен байрақты жарыстан жүлдемен оралған Еламанның туыстарының қуанышында шек жоқ. Отбасының тұңғышы Қазақстан атын әлемге танытқанына ата-анасы да дән риза. Еліміздің символы көк туымызды биіктен желбіретіп, Қазақстан атын әйгілі ететін Еламандай спортшылар көбейе берсін демекпіз. Жанна Әлімбаева, Давран Абиев, Тұран Түркістан. Соңғы ақпарат Кентау қаласынан Кентау қаласының әкімдігінде қалабасының қатысуымен жиын болып өтті. Оған қаладағы барлық бөлім басшылары мен ауыл әкімдері қатысты. Отырыста шаһардағы кәсіпкерлер бөлімінің басшысы Ерлан Аширов жүргізді. Толығырақ Жанна Әлімбаева тарқатады. Жиналыстың басын қалалық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Ерлан Аширов сөз алып, бизнес кеңесшісі консультациялық кеңесіндегі нөмірі 1 хаттамасында берілген тапсырмаларының орындалу туралы баяндама жасады. Онда ол индустриялық аймақ бойынша мәлімет берді. Толық және бірінші кезеңі электр жүйесін тарту бойынша құжаттары бәрі бітіп, мемлекет тарапынан алынып, құрылыс жұмысын электромонтаж акционерлік қоғамы 930 миллионға жасалынып, бүгінгі таңға толық жұмысын атқарып, уже және бітті. Бүгінгі таңға және құжаттарын госприемкасымен және дайындалып, технический паспортпен госприемкасын және дайындалып жатыр. Мұндағы мақсат шаһардағы кәсіпкерлерге қолдау жасап, жұмыс санын арттыру. Сондай-ақ индустриалды қаланың қалыптасуын қолға алу. Қазақстан Республикасы моноқалалар дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде шағын қалада жаңа өндіріс ашуға ниеттенгендерге гранттар берілді. Олар қалада әртүрлі бағытта өндірістер ашты, сондай-ақ 40-қа жуық жұмыс орны да ашылды. Мұндағы кәсіпкерлерге ең керегі теміржол торабы. Бұл шаһардың бұрыннан келе жатқан басты мәселесі. Биліктердің айтуынша ол мәселе жоғарыда қалып жатқан көрінеді. Қазір енді Альянс банк па, бүгін несін арестке қойып жатыр екен жұмысшысын. Сонда Тұяқбаев сол айтты, енді сол кезде через банкі ма бір не болмаса енді ол частный собственность, оны бірден өкімет алып қоям, анау деген ол или КДЖ-ға бер, анау деген ол мәселе қиын еді, осыны әкім айтты. Бірақ енді өткенде қанша премьер келді, бәріне осы мәселені жазып беріп жатырмыз. Бірақ ол әлі ол шешімі табылмай келе жатыр. Оны қашан табылатын белгісіз. Демек бұл жайт алдағы уақыттың еншісіне қалдырдық. Шаһарда неғұрлым кәсіпкерлердің саны артқан сайын жұмыстың да саны көбеймек. Сондай-ақ жұмысшылардың тізімі төмендейді. Бағдарлама аясында Кентау қаласында біршама ауқымды істер атқарылды. Шаһардың әлеуметтік экономикасы да қарқындап келеді. Кәсіпкерлерге гранттар ұсыну арқылы олардың әр сала бойынша әлеуеттілік көтеріп, ұзақ мерзімді перспективада жаңа өндірістерді іске қосып, жергілікті бюджетке қосымша салық төлемдерін арттырады. Жанна Әлімбаева, Давран Абиев, Тұран Түркістан. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі болса, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.